9 қазанда түнгі сағат 1-де ұлттық ұлан 66-36 әскери бөлімнің мерзімді әскери қызметшісі қатардағы Сұлтанов кезекші бөлімшенің құрамында бола тұра бекітілген штаттық қарудан өзінің басына жарақат салып, салдарынан қаза болды. Осы факт бойынша орталық өңірлік әскери тергеу басқармасы өз-өзін өлтіруге дейін жеткізу фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеруді бастады. Оны тергеу тәжірибелі қызметкерлерден құрылған жедел тергеу тобына тапсырылды. Қазіргі уақытта оқиға орны қаралып, сот медициналық сараптамасы тағайындалды. Айғақтар, атап айтқанда, қаза тапқан әскери қызметшінің ұялы телефоны мен бейне бақылау камераларының жазбалары алынды. Тергеу барысында қатардағы Сұлтановтың оқиға орнында жалғыз болғаны анықталды. Оқиғаның барлық мән-жайын анықтау және тергеудің жан-жақтылығын қамтамасыз ету үшін Сұлтановтың әскери әріптестерінен, оның командирлерінен, басқа адамдардан жауап алу, сондай-ақ тиісті кешенді сараптамалық зерттеу шаралары жүргізілуде. Жәбірленуші жақтың уәждері де толық тексеріледі. Алдын ала тергеу нәтижелері бойынша оқиғаға құқықтық баға беріледі. Тергеу барысы ерекше бақылауда. Бұдан өзге ақпарат тергеу мүддесінде қылмыстық процестік кодекстің 201 бабына сәйкес жария етілмейді.